Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге лагманның нанын қалай дайындайтыныммен бөліскім келеді. Ол үшін бөлме температурасындағы суға қасықтың 1/3 бөлігіндей тұз саламын. 1 жұмыртқа салып нан илеймін. Ұнның судың мөлшерін қанша порция тамақ жасайтыныңызға байланысты аласыз. Менің осы жасаған нанымнан 1 килограмм лагман наны шықты. Лагман нанның ерекшелігі тұзды аз қосамыз. Тұзы өте көп болмау керек. Егер тұзы көп болып кетсе, нанымыз жаңағы жайған кезде, созған кезде тез үзіле беретін болады. Нанын жақсылап осылай тындырамыз, жақсылап илеуіміз керек. Нан біркелкі болу керек. Одан кейін біраз минутқа, 5-10 минутқа қалдырамыз. Тағы да 5-10 минут қалдырғаннан кейін біраз демалдырып, тындырып аламыз да. Одан кейін тағы да қойып қоямыз. Кейіннен үстіне май жағып, нанымызды дайындауға кірісеміз. Осылай жұқалап аламыз алдымен. Бірнеше бөліктерге бөлуге дайындаймыз. Осылай видеодағылай кесіп, бірнеше бөлікке бөлеміз. Одан кейін оны созуға дайындау үшін кішкене домалақ қалыпқа келтіреміз. Лагман наны сұйық майды өте жақсы көреді. Сұйық маймен үстінен майлап отырамыз. Бетін жауып кішкене тындырып қоямыз да, одан кейін міне осы видеодағыдай нанды жіңішкертеміз. Барлық нанды осылай жіңішкертіп шығамыз. Оның үстіне май жағып, бір жағына тындырып қоя береміз. Бетін жауып қоюымыз керек. Нанның бетін ашық қалдырсақ, нанымыз кеуіп кетеді. Міне осылай тарелканы майлап, соның үстіне осылай дөңгелектеп орап қоямыз. Барлығын орап біткеннен кейін енді қайтадан төңкеріп, басынан бастап нанды қайтадан жіңішкертеміз енді. Нанымыз тынып тұр. Нанымыз тынбаса, осылай созған кезде, илеген кезде нанымыз жұқарамайды, жіңішкермейді. Сол үшін нанды демалдырып отыруымыз керек. Міне осылай жұқалаған нандардың бетіне май жағып, қойып отырамыз бір шетке қарай. Барлық нанды осылай біткеннен кейін қолымызбен өстіп домалату арқылы тағы да жіңішкертеміз. Жарты нанымызды жасап аламыз, қалған нандарымызды міне видеода көрсетіліп тұр. Бетін ыдыспен немесе жаңағы осындай тарелкамен болсын жауып қоюымыз керек. Міне нанымызды жұқарттық. Енді міне осы видеода көргендеріңіздей қолымызға, саусағымызға ақырын-ақырын ілеміз. Екі ұшын ұстап, саусағымызға ілеміз да ақырын нанымызды дастарханға осылай ұрғылаймыз. Сол кезде нанымыз біркелкі болып жіңішкере түседі тағы да. Міне нанымыз созылып жатыр. Өстіп дайындап қоя береміз. Нанымыз пісіруге дайын. Міне барлық нанымызды осылай созып, дастарханға өстіп ұрғылап шығамыз. Нанымыз дайын, енді қайнатуға кірісеміз. Суымыз қайнап тұр. Енді осыған тұз саламыз. Неке нанды осылай ақырын белкамен салып, бір-біріне жабысып қалмау үшін осылай араларын ашып жібереміз. Біраз арасын ашып, одан кейін бетін қақпақпен жауып, қайнағанша күтеміз. Лагманның наны өте қатты да болмау керек, және өте жұмсақ та болмау керек. Пластилин сияқты осылай созылғыш болу керек. Нанды осылай қарап тұрамыз. Бір қайнап бетіне барлығы шыққан кезде нанымызды аламыз. Бір-ақ рет қайнатамыз, өйткені көп ұзақ қайнап қалса, нанымыз үлкейіп кетеді, жуандап кетеді. Сол үшін бір қайнатып алып, нанымызды ала береміз. Алған нанымызды кішкене сумаймен араластырып, сумай құйып, сумаймен осылай араластырып қоямыз.
өзі суый береді. Міне барлық нанымыз дайын. Енді осыған қалауыңызша подливасын жасай бересіз. Асымыз дәмді болсын. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий жаза кетуіңізді сұраймын. Лагман жасап, жақындарыңызды қуанта беріңіздер.